бір ұстаздың жас шәкірті болыпты. Ұстаз оған айрықша сый жасап, басқалардан артық санайтын. Бір күні шәкірттерінің кейбіреулері: "Біз одан ересек болсақ та неге оны айрықша сонша өбектейсіз?" деп наразылық танытады. Сонда ұстаз бірнеше құс алдырып, әрбір шәкірттеріне бір-бірден беріп: "Әрбірің ешкім көрмейтін жерге барып, құстарды бауыздап маған әкеліңдер", дейді. Сүйікті шәкіртіне де бір құс пен пышағын беріп, басқаларға айтқанын оған да айтады. Өзге шәкірттерінің барлығы қолындағы құстарын бауыздап, ұстазына алып келді. Ал әлгі жас шәкірт құсын бауыздамай қайта алып келеді. Ұстаз оған: "Басқа жолдастарың секілді сен неге құсты бауыздап әкелмедің?" деп сұрайды. Сонда ол: "Ешкім көрмейтін жерді таба алмадым. Өйткені Алла мені барлық жерде көріп тұр", деп жауап қатады. Өзге шәкірттері бұл сөзді естіп таңырқап ұстазына: "Сіздің бұл жас шәкіртіңіз бұдан да мол сый-сияпатқа лайық екен", депті.